Егер процент арам болса, ең күнәһар банктер және олардың клиенттері біздің Қазақстанда шығар, Мен қарапайым логикаға салып тұрмын ғой. Неғұрлым үстемесі жоғары болса, соғұрлым күнәсі ауыр болмай ма? Әлде олай емес пе? Мәйек ол емес. Кімнен сұрасаң да біздегі проценттер өте жоғары, ипотека қымбат, автокредиттің алыс жақын шетелмен салыстырғанда ең аш көзі бізде деп жатады. Бірақ банктерге барсаң, анау 4%, мынау 7%, андағың сәләк қымбат 14%, мындағың сәл арзан 11%, аны үйтетін бәлем пайыз, дифференциалың түген пайыз деп мидаштады ғой. Ақырында анда да пайыз, мында да пайыз екенін, бастысы бұл туралы түсінігіңнің тайыз екенін біліп шығасың. Егер қаржы ұйымдар айтқандай бәрі оп-оңай, бәрі ап-ашық болса, неге ай сайынғы төлем атасының құны шығады? Жылдық процентпен анау ГСВ дейме, жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемес. Одан қалды қарастырған үшін пайыз, сұрастырған үшін пайыз, алып берген үшін пайыз, салып берген үшін пайыз, бөліп берген үшін пайыз, көріп берген үшін пайыз дегеннің бәрі қайдан қосылып кетті? Осыны бір түсініп алайықшы. Тұтынушылық несиені қозғамас бұрын күні кеше Ұлттық банктың базалық мөлшерлеме туралы мәлімдемесіне назар салайық. Ұлттық банктың ақша кредит саясаты комитеті 2023 жылғы 16 қаңтардан бастап базалық мөлшерлемені 16,75% деңгейінде сақтау туралы шешім қабылдады. Инфляцияның жоғарылауына себеп болатын негізгі тәуекелдер мен факторлар базалық мөлшерлемені ұзақ уақыт ішінде ағымдағы деңгейлерде ұстап тұруды талап етеді. Несиенің қымбатшылығы дәл осы Ұлттық банк бекіткен базалық мөлшерлемеге тікелей байланысты. Базалық мөлшерлеме деген не? Бұл дегеніміз, өзге банктер Ұлттық банктен ақшаны 16,75% алады деген сөз. Демек, өздері ақшаны 16,75% алып тұрып, жеке тұлғаға төмен пайызбен бермейтіні анық. Сәйкесінше, базалық мөлшерлеме көтерілсе, кредит те қымбаттайды деген сөз. Соған қарамастан, тұтынушылық несиенің көлемі 2022 жылы ұлғайыпты. 2022 жылы берілген 22 триллион 214 миллиард теңгенің 13,9 триллион теңгесі жеке тұлғаларға рәсімделген. Оның ішінде тұтынушылық несиенің үлесі 7,6 триллион теңге. Несиенің қымбатшылығына тағы бір үлкен себеп әсер етеді. Ол жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі. Оны сіздер әрбір келісімшарттың ішінде ГСВ деген әріптермен белгіленген көріп жүрсіздер. Заң бойынша қазіргі жылдық тиімді мөлшерлеме жеке тұлғалар үшін 56%-ға дейін барады. Кәсіпкерлер үшін ол әлдеқайда төмен. Оны банктердің өздері айтады. ИП вы кредитуете под какие ставки эффективные? Мы под рыночные ставки кредитуем. Как для физических лиц ставка выше или в пределах 56%? Айтпаса істемейтін мемлекеттік органдар Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасынан кейін ғана несиені арзандатуға кірісе бастады. Президент назар аудармасы әлі дейін қымбат несиеге белшесінен батып жүрермедік. Осы күні жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі мынадай. Кепілсіз несие үшін жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 56%, кепілді несиелер үшін 40%, ипотека үшін 25%, 45 күнге дейінгі микрокредиттер үшін 20%. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі биылдан қалмай 56% тиімді сыйақыны төмендетпек. Кредиттік ставканың деңгейіне банктың операциялық шығындары, кредиттік тәуекел деңгейі және пайыздық маржасы сияқты бірқатар факторлар әсер етеді. Сондықтан аталған факторларды ескере отырып, агенттік биыл банктердің тұтынушылық кредиттері бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерін, шекті мөлшерін өзгертуді жоспарлап отыр. Қаржыгерлердің өздері жылдық тиімді мөлшерлемені 40%-ға дейін төмендетсе, бөлшек несие беру көлемін банктердің өздері азайтып, халықтың шамадан тыс несие алу қабілеті кемейді. Алайда нарықтағы жағдаймен санасу керек дейді. Егер бұндай шешім қабылданып жатса, нарықтағы бәсекелестік нығая түседі деп айтуға болады.